Бір құдайға сеніп, ел балғын оқығанды көңілге аласың Ыбырай Алтынсарин. Ол ағартушы педагог, көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, этнограф, ақындатушы. Ыбырай Алтынсарин 180 жылдық мерейтойына орай жүректе білім ұялатқан тұлға атты тақырыбында адалдық сағатымызға қош келдіңіздер. 1841 жылы Қостанай аумағында дүниеге келген, халық үшін аянған ұлы ағартушылардың бірі. Ыбырайдың шын есімі Ибрахим. Ол жастайынан жетім қалады. Ыбырай Балғожа бидің алғашқы немересі болғандықтан сол атасының бауырында тәрбиеленеді. Балалық шағының аз ғана уақытын туған жері Тобыл өзенінің бойында өткізеді. Балғожадай атасы, Қошандай ағасы бар Ыбырай жетімдік, жоқтық көрмейді. 1844 жылы патша үкіметі Орынбор шекаралық комиссиясының жанынан қазақ балаларын оқытып, песірлер мен тілмаштар дайындайтын арнаулы мектеп ашу туралы шешім қабылдайды. 1850 жылы осы мектепке Ыбырай оқуға барады. Мектепті үздік оқып, өз бетімен Шекспир, Пушкин, Лермонтов сияқты әлемдік классиктерінің шығармаларын оқып зерттейді. Ыбырай Алтынсариннің 150 жылдық мерейтойына орай Қостанай қаласында 1991 жылы 16 қазанда Мемориалдық музей ашылған еді. Құрметті көрермендер, ендеше музейге бірге саяхат жасайық. Ыбырай Алтынсариннің әйелі Айғаныс Сырдария губерниясының Перов уезінің бай қазағы Айбас Шолақ деген бидің қызы. Ыбырай Алтынсариннің 3 баласы болды: Шарипа, Абдулла, Абдрахман. Абдулладан қыз бала қалды, ол Нағима Ибраева. Мектеп тұрғызу ісінің үлкен қиыншылықтары да болды. Бірақ Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының алдында өзіне мектеп ісіне келгенде сенімді болды. Осындай қайраткерлігінің арқасында тамаша мектеп ғимараттары салынды. Торғайда 1864 жылы 8 қаңтарда қазақ мектебі ашылады. Бұл жолы 16 бала білім алуға жазылады. Міне осы қуанышты күннің әсерінен болар ұстаз «Кел балалар оқылық» атты өлеңін шығарады. 1883 жылы 15 қарашасында Торғай қаласынан қолөнер мектебін ашады. Мектеп Торғайдың уездік бастығы Яков Петрович Яковлевтің атымен аталады. Қазақ даласында техникалық мәні бар оқу орнының ашылуы, іске асырылуы Ыбырайға айрықша қуаныш әкелді. Қостанайда 2 сыныптық орыс-қазақ училищесін Ыбырай Алтынсарин 1884 жылы ашты. Орыс-қазақ училищесінің ашылу көрінісі. 1889 жылы училищенің оқушыларымен түскен суреті. Ыбырай қазақ қыздарын мәдениет пен қоғамдық өмірге тарту мақсатында әлеуметтік маңызы зор істерді атқара білген жаңашыл адам. Ырғызда 1887 жылы 15 қыркүйекте 18 орны бар қыздар мектебі ұйымдастырылып, тұңғыш рет қазақ қыздарын оқуға тартты. Ыбырай Алтынсарин қазақ жастары үшін оқытушылар мектебін ашу ісіне көңіл бөлді. Ол талмай ізденіп, тиісті орындарға өтініш жасап, ағарту ісіне оқытушылардың маңызы зор екенін шебер дәлелдеп, 1881 жылы Орыс қаласында тұңғыш рет қазақ оқытушылар мектебін ашады. Ыбырай ашқан мектептерін мейлінше үлгі етіп құрды. Мектеп жастарын білімге, өнерге, тазалыққа, адалдыққа, халқын сүюге, халқына қызмет етуге, шаруашылықта ата-анасына жәрдем беруге шақырды. Балаларды еңбекке баулу үшін мектеп айналасында
жеміс ағаштарын отырғызып гүл ектірді, оны баптау жолдарын үйретті. Мектеп жанынан тек оқушылар үшін емес, оқушылардың ата-аналары үшін де кітапхана ашылуын насихаттады. Ыбырай Алтынсарин осы сияқты игі істерін өз халқының мүддесі мен арманын кең қамтыған кемеңгер адам. Ыбырай Алтынсарин тек қазақ даласында мектеп ашып қана қойған жоқ. Ол білім беру жүйесін алғашқылардың бірі болып қалыптастырды. 1879 жылы Қазақ хрестоматиясы деген оқулықты шығарады. Бұл оқулықтың әдеби маңызы мен тәрбиелік мәні зор болды. Шариат ұл ислам кітабы 1884 жылы қазанда араб әрпімен басылып шықты. Мұсылманшылықтың тұтқасы өскелең жастарды дінге деген дұрыс көзқарас қалыптастыруға жетеледі. Сонымен қатар имандылыққа, адамгершілікке, ізгілікке үйрететін тұңғыш қазақ тіліндегі Құран кітап. Қазақ ағартушысының шығармасында эпистолярлық мұрасы ерекше орын алды. Достарының арасында ең жақыны және ақылшысы Елменский болды. Олар хат алмасып пікір бөлісті. Алтынсариннің хаттарының арқасында Елменский Алтынсарин туралы естелік атты кітабын шығарды. Ыбырай Алтынсарин 1869 жылы Торғай уездік басқармасына іс жүргізуші ретінде қызмет атқарады. Сонымен қатар уезд бастығының аға көмекшісі болады және уездік судья қызметін атқарады. Торғай өңірінде мектептердің инспекторы, қарапайым ұстаз, ісіне адал, батыл азамат, жұмыс бабымен көптеген жерлерді, мектептерді ыстық суыққа, басқа да қиындықтарға қарамай аралады. Әрине бұл ұстаздың денсаулығына әсер етті. Кеудесіне суық тиіп, ауыр науқастан қазақ даласына алғашқы рет қоңырау соққан ұлы ағартушы 1889 жылы 29 шілдеде дүние салды. Ыбырай Алтынсариннің көзқарастарына тән нәрсе оның халықты сүйгендігі, қайраткерлігі мен боқашылығы. Қазақ деген жасанды мінезі жоқ, қарапайым халық. Бірақ сол қарапайымдылығының өзінде оның көп жақсылығы жатыр. Өз елімізге қызмет ету әрқайсымыздың борышымыз деді Ыбырай Алтынсарин, халықтың сүйген ұлы. Ғасырдан ғасыр қосса да Ыбырай Алтынсарин әр заманмен бірге, өйткені ол жаңашыл, жан-жақты ғалым. Қорытындылай келе, қазақтың кең даласында білім мен достық шамшырағын жаққан Ыбырай Алтынсарин жаңа өмірге, жаңашылдыққа шақырған қазақ қайраткері.